Әркім өзі салып алады майды. Қою екен, қою шықты. Қою болып шықты. Ал көрейік. Ал бісміллә көрейік. Қандай әпеден. Тамаша күшті болды. Осылай істеп ішіңдер. Қыста тоңбайсыңдар. Маған қазір той болып, далаға барып қар күреуге болады. Далаға барып қар күреуге болады. Далаға шыққанда балалар тоңбайды. Қардың үстінде жатады. Осы құртқа жезіп беретінбіз баяғыда. Құртты көрді, баспен езген қою болады. Баспен езген жақсы. Балалар ауырғанда, суық тиіп ауырғанда осы құрт көжені не только балаларға, үлкен кісілерге де осылай тұмау тиіп, жөтеліп балалар не қылса, осы құрт көже мыңда бір ем. Құрт көже иммунитетті көтереді. Баяғыда коронавирус болғанда осы құрт көжемен көбісі осы құрт көжені ішті. Бұның бірнеше кесемен ішеді. Біреулер 2 кесеге дейін ішеді, 3 кесеге дейін ішеді. Май салып, шұжықта салады. Қою астында күріші бар мінекей. Ұны шайылған, өте күшті дәмді. Осылай істеп ішіңдер қыстыгүні. Сосын ет асқанда кейбіреулер сорпа береді. Кейбіреулер сорпаның орнына осылай құрт көже де береді. Күшті болады. Сосын сорпа ішесіз бе, құрт көже ішесіз бе? Көбісі құрт көже ішем дейді. Өте дәмді болды.